Достар, осы шығарылым барысында біз бас аяғы 8 кездесуге тоқталатын боламыз. Және де олардың ең алғашқысы ерлер арасында 155 фунт салмақта, яғни 70 кг салмақта өтетін кездесу. UFC-дің аңыз адамдарының бірі, жасы 40-тан асса да әлі де өзінің бабын сақтап жүрген американдық Джим Миллер мен тағы бір американдық UFC-дің жаңа үміттерінің бірі Чейз Купер арасында өтетін керемет кездесу. Бұл кездесуде сарапшылардың көбісі дерлік жас жауынгер Чейз Куперді фаворит ретінде көріп отыр. Біз білетіндей, бұл жас жауынгер Чейз Купердің джиу-джитсуы, грэпплинг стилі, сонымен қатар күрес стилінде өте керемет деңгейде екенін білеміз. Сонымен қатар Чейз Купердің жалпы тік тұрып соғысу деңгейінде жаман емес екендігін атап өтейік. Ал аңыз адам Джим Миллерға келетін болсақ, Джим Миллердің жалпы тік тұрып соғысуы, күрес стилі, сонымен қатар бокс стилінің жақсы деңгейде екенін білеміз, достар. Және де біз білетіндей, Джим Миллер осы UFC-дағы 70 кг салмақта өнер көрсеткен бұрынғы және де қазіргі кездегі жауынгерлердің, сен тұр мен атайын деген жауынгерлердің барлығымен кездесу өткізгендігін атап өтейік, достар. Менің ойымша, бұл кездесуде жас жауынгер Чейз Купер Джим Миллерді кемінде төрешілердің шешімімен, болмаса сабмишнмен жеңіске жетуі тиіс деп есептеймін. He stops him. That's beautiful by Hooper, man. The flow is sensational. He's got it. He got it. The dream is alive and well. Chase Hooper's winning streak is now 4.